Егде тартқан бөлім бастығы менімен танысқаннан кейін құжаттарымды реттеуге кадрлар бөліміне жұмсаған. Үлкен ғимараттың ішінде адасып жүріп әрең таптым. 3-ші қабаттың бір қуысында орналасыпты. Кадрлар бөлімі деп жазылған есікті сенімсіздеу қағып жасқана бас соқтым. Жұмыстарынан бас алмай 2 әйел адам отыр екен. Міңгірлеп жөнімді айтқандай болдым. Көзілдірікті жасамыстау әйел маған бұрылып қарамаған күйі төр жақты нұсқады. Ол жердегі столда бір әйел отыр. Қасына таяп құжаттарымды ұсындым. Әппақ білек пен сүйріктей саусақтар қарсы созылды. Батылсыздау басымды көтеріп жүзіне қарадым. Ең алғаш болып көзіме басылғаны бетінде жымиған кезде пайда болатын ойықтары еді. Одан кейін мақпалдай жұмсақ үн естілді. Осындай сүйкімді қызды, мүмкін келіншекті бірінші рет көруім. Көзі көкшілдеу екен. Татар қызға ұқсаттым. Есімін Назым екен. Өте сыпайы, әр қимылынан керемет мәдениеттің ізі білініп тұрғандай. Осыншама тартымдылыққа тамсанып, қыздың жүзіне сұқтанып қарап қалсам керек. Қыз ыңғайсызданып шашын сипалақтап қалды. Менің практикаға келген студент екенімді естіген артқы жақтағы столдардың бірінде отырған томпақ келіншек жеңіл әзілдермен қағыта бастады. Құжаттарымды реттестіріп болғанша Назымға ұрлана көз тастаумен болдым. Әлдебір қағаздарды алмаққа орнынан тұрғанда байқағаным бөксесі тартымды екен. Сыртқа еміне тебініп томпайып тұр. Жабыстыра киген қысқалау қара юбкасы қыз мүсіні айшықтап-ақ тұр. Менің ішіп жеп қарап отырғанымды байқап қалып, сөзуар томпақ келіншек тағы да әжуалай бастады. Шамасы мені баласынып ойнап отыр. Мен оны басынғандықтан санап ренжіп қалдым. Арада апта өтті. Практика жұмыстары жалғасып жатты. Арасында Назыммен кездесіп қалып жүрдім. Кездескен сайын бойымда бір құмарлық сезімі билей жөнелетін еді. Бірде лифтте кездесіп қалдық. Әдетінше өзінің сыпайы мінезіне сай жымия амандасты. Осыншама сыпайылықты көре тұрып, өзімнің оған деген құмарлық сезімді тежеп ұстауға тырыспадым. Мүмкін балалығым. Екеуміз қатарласа тұрдық. Лифттің іші айтарлықтай кең болса да, Назымға тақала түсемін. Қолымның ұшымен болса да, керемет балғын терісі мен жұмсақ денесін сезінгім келді. Кенет олмаған бір нәрсе айтпаққа маған бұрыла бергенде лифт кілт тоқтады. Қыз шалқалай құлай жаздап маған сүйене берді. Сол мезет менің манадай бері қақиып тұрған құралым қыздың алдына тірелді. Мен қасақана қызды құшақтай алдым. Лифттің есігі ашылар-ашылмастан Назым құшағымнан ысылып шығып есікке беттеді. Алаулай қызарғанын байқап қалдым. Сол күні практикада кеш бітті. Шелектеп жаңбыр құйып тұр. Қол шатыр жоқ. Ғимараттың қалқасында сүмірейіп біраз тұрдым. Қашанғы тұра бересің? Қолымдағы папка мен басымды қалқалап, енді жүгіре беріп едім. Алдымда орай бере қызыл көлік тоқтады. Назым екен. Жол бойы қызық әңгіме айтыла қоймады. Үйге жеттік. Мен рахметімді айтып, үйге кіріп шай ішіп кетуді ұсындым. Қалжың үшін айтқан едім, бірақ ар жағымда мүмкін келісетін шығар деген соқыр үміт те жоқ емес еді. Назым көпке бөгелмейтінін айтып, машинадан түскен кезде сенер-сенбесімді білмедім. Мен шай қойып ас үйден оралсам, Назым менің сөрелерде кітаптарымды ақтастырып шкаф алдында тұр екен. Жанына таяп қалғанымды да байқамадым. Қыздың артына тақала тұрдым. Әтірінің жұмсақ иісі елтіп әкетті. Өзімді тежей алмайтынымды білдім. Батылсыз қимылдап, қыздың қыпша белін орай құшақтадым. Еңкейе бере мойнын өбіп өттім. Қыз тарапынан еш қарсылық байқалмады. Бұл жолы сенімді түрде мойнынан аймалай бастадым.
Ол бір сәт жеңіл қарсыласқандай болды да, ыңғайыма көніп басын маған бұра берді. Еріннің бал дәмін сездім. Құмарлыққа басым айналып, кофтасының түймелерін ағыта бастадым. Қара үш киімнің астындағы тырсиған қос анар көрінді. Еңкейе бере анарының ашық тұсына ауыз салдым. Іш киім тырс ағытылды. Енді көз алдымда сүйірлене біткен қос анар тұрды. Қос анарының үрпісі қатая бастаған екен. Қолыммен құса ұстап, үрпілерін сора бастадым. Қыздың ыстық демі мойнымды желпіп өтті. Бір қол асығыс қимылдап, юбка етегін түре бастады. Алақаныма қыздың жұмсақ сандары тиді. Сипалай бердім. Жоғары жылжып, қыздың бөксесін қыстым. Назым асығыс қолдарын артына жіберіп, юбкасының сыдырмасын ағытты. Жеңіл юбка сусып аяққа құлады. Төсекке құлар сәтте мен де киімсіз қалған едім. Қыздың үстіне қона бере, іш киімін шешіп үлгірдім. Ұясы суланып үлгерген екен. Бұтын кен ашып, тізелеп отырған күйі айғырымды сылп кіргізіп, күн түймесіне. Назымның құмар дауысы шықты. Екі аяқты қолтығыма іліп, тізелеп отырған күйі екі-үш есеп үлгердім. Қыз керіліп, көзін тарс жұмған күйі ыңырана түсті. Есеген сайын қыз ыңқылдай түсті. Келер сәтте сәл еңкейіп қыздың анарын құса ұстап, екпіндете ұрдым. Қыз бөксесін көтеріп ұрғылаған сайын қарсым ұмсына түсті. Бойымды ләззат алауы шарпып бара жатқанын аңдадым. Қызды өзіме тарта көтеріп, алдыма жүрелей отырғыздым. Ұядан шығып үлгерген құралымды Назым өзі жұлп еткізіп тез кіргізіп алды. Кіргізді де мойнымды қапсыра құшақтап, бөксесін сылки қозғап еңдей бастады. Бітіруге таяу қалғанымды байқадым. Қыз барған сайын еміне қозғалады. Көзін жұмып, атқа шалқалай бере соңғы бір еседі де ышқына бітірді. Менде де одан әріге шыдай алмадым. Бойым босап бара жатты. Сол кезде қыз бұтын қаттырақ қысып, екі-үш қозғалып үлгерді. Аяғын босатып артқа қарай шалқалай қозғалды. Терең тыныс алып біраз жатты. Осыдан кейін тағы 3 рет шаптық. Назымға артынан итерген ұнайтынын білдім. Үшіншісін бітірер сәтте арқамды тырнап тастады. Бірақ неге екені белгісіз, кетер кезде салқын қоштастық. Келер күні жұмыста одан қашқақтап жүрдім. Кім білсін, мүмкін екінші курс студенттерінің бәрі де мен сияқты ұялшақ болатын шығар.